Ішкі істер министрлігі бас прокуратураның үйлестіруімен адам саудасына қарсы іс-қимыл бойынша жұмыс жүргізуде. Бірқатар кешенді шаралар қабылданды. Ішкі істер министрлігінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлімшелері 22-24 мамыр аралығында стоп трафик жедел алдын алу іс-шарасын өткізді. Адам саудасының 49 фактісі, оның ішінде кәмелетке толмағандарға қатысты 9 факт анықталды. Адамдар трафигіне байланысты заңға қайшы әрекеттерді жүзеге асырған адамдарға қатысты ұйымдасқан қылмыстық топ құру және оған басшылық ету дерегі бойынша 3 сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Мысалы, Астана қаласында 9 элиталық монша кешенінің аумағында жас қыздарды сексуалдық қанауға тарту және мәжбүрлеу бойынша қылмыстық жүйені жолға қойған 17 адамнан тұратын топтың қылмыстық әрекетінің жолы кесілді. 30-дан астам тінту іс-шарасы өткізіліп, ақшалай қаражаттар мен 6 автокөлік тәркіленді. Негізгі фигуранттар қамауға алынды. Шымкент қаласында осыған ұқсас ұйымдасқан қылмыстық топ әшкереленді. Мұнда жалпы сомасы 1 миллион теңге және 16 мың ақш долларынан астам ақшалай қаражат, 10 автокөлік тәркіленді. Топ жетекшілері мен мүшелері қамауға алынды. Петропавл қаласында 2023 жылдан бастап зорлық-зомбылық пен бопсалау арқылы жас қыздарды жыныстық қанауға мәжбүрлеп келген қылмыстық топ әрекет еткен. Ұйымдасқан қылмыстық топ құру, басқару және оған қатысу дерегі бойынша қылмыстық іс тергелуде. Бірқатар өңірлерде халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан адамдарды қайыр сұрауға мәжбүрлеу фактілері анықталды. Қарағанды қаласында мүгедектерге қоқан-лоққы және күш көрсетіп, олардың қайыр сұрауға мәжбүрлеу бизнесін ұйымдастырған адамдар тобы ұсталды. Қылмыскерлер өз құрбандарының есебінен жылына 10 миллион теңгеге дейін табыс тауып отырған. Осыған ұқсас қылмыстық топтардың әрекеттері Ақтөбе, Алматы және Маңғыстау облыстарының аумағында әшкереленді. Онда мүгедектер мен жас балаларды базарлар мен вокзалдар аумағында пайдаланған. Барлық қылмыскерлер құрықталды. Бұл бағыттағы жұмыс жүйелі түрде жүргізіледі.